Бүгін сіздермен тары қосылған чизкейк жасаймыз. Қазақтың ұлттық тағамында тарының орны бөлек және тарыны адам ағзасына қажетті витаминдердің қайнар көзі десе де болады. Алдымен тарыны ыстық суда 2-3 қайтара жуып аламыз. Сүтке тары мен қантты салып 2-3 минут қайнатып алған соң бетін жауып қоя тұрамыз. Стақанға үгітілген печенье, қант ұнтағын, сгущенка, бал, сары майды қосып араластырып жент жасаймыз. Бұл женттен құрт тәрізді форма жасап дастарханға қойсаңыз да болады. Размері 22 диаметрлік форманың сыртына фольгамен орап, ішінен пергамент төсеп, астына басқа форманың темірін қоямын. Жаңағы жасаған жентті екіге бөліп, жартысын астына, жартысын жанына стаканмен форма жасап шығамыз. Қамырды салмасын дайындағанша тоңазғышқа қоя тұрамыз. Салмасына творожный сыр, кілегей, қаймақ, қант, крахмал, жұмыртқа, лимон суын қосып, жақсылап араластыру қажет. Енді бағана дайындаған тарыны саламыз, араластырып, қамырға құйып, ары-бері қозғап, арасындағы ауасын шығарып аламыз. Чизкейктің астына қайнаған су құйып, алдымен қызып тұрған пеште 110 градуста 50 минутқа, одан соң 120 градуста 50 минутқа қоямыз. Кейін пештің аузын кішкене саңлау қылып ашып, сол жерде әбден суыған соң бетін пленкамен жауып тоңазғышқа қоямыз. Сонда осылай беті жарылмай, нәзік болып піседі. Жасап көрген соң пікіріңізбен бөлісіп қойыңыз. Менің парақшама кірсеңіз шыға алмай қаласыз, маған тіркеліп алыңыз.